Кеште болса. Бітпестей көрінген жұмыс уақыты да аяқталуға тақады. Селқос сағатқа қараймын. Ол да бұл тірліктен дәл мендей мезі болғандай алдыға аттап басқысы келмей алдыға қарай зорыға қырт-қырт етеді. Сыймай барамын. Алдымда жүйесі шашылып жатқан қағаздарды шетке ысырып тастадым да мына қапырық қысқан бөлмеден тезірек кеткім кеп есікке қарай беттедім. Далаға шыққан бойда көзімді жоғары көтердім. Жердің сызы аздай, түстен бері көктен аққан нөсер тыным табар емес. Әлем бүтіндей күңгірт реңкті. Сол жерде тұрып шылымымды соңғы рет сордым да ішке жиналған зілді уф деп босатып, бір күрсініп алдым да қолшатырымды ашып алдыға қарай аттадым. Тұла бойымды біреу зорлықпен алдыға итеріп келе жатқандай. Шатыр астынан көзімді жоғары көтермей, аяқ астыма ғана қарап келемін. Күндегі жол, әдеттегі күрең адамдар, сұп-сұр өмір. Аялдамаға жетем дегенше балағы мен аяқ киімім малып алғандай су болды. Мейлі, өзімде бұл күннен жақсы еш нәрсе күткен жоқ ем. Бәрі сол. Жолда талғағам жоқ, шалшық судан да қорғанғам жоқ, жүре бердім. Аялдамаға біраз жер қалғанда өзім мінетін автобустың келіп тоқтап жатқанын көрдім. Бірін түсірді, бірін отырғызды да есігін жауып қайта қозғалды. Қолымды да бұлғағам жоқ. Не үшін өйтем? Қайбір жетіскен жаққа алып барады дейсің ол мені. Арғы баста да сол бір жылуы аз, күрең төрт қабырға. Осы ойдың құрсауына өз еркіммен ене беріп ем, ту сыртынан шапшаң басып жеткен әлде біреудің мен ұстаған шатыр астына ұрланып кіргенін жотаммен сездім. Кілт тоқтадым. Ол да қыбыр етпеді. Келесі сәтте не де болса кім екенін білмек болып шатырымды төбеме ұстаған күйі кері бұрылдым. Сөйттім де дәл қарсы алдымда бейтаныс бойжеткеннің тұрғанын көрдім. Кеудеме тұла бойымен жанасып тұрған соң жүзіне емес, төбесінен қарауыма тура келді. Оның үстіне ол ұсталып қалғанына ұялғандай төмен қарап, жанарын жасырып тұр. Мен болсам мына жағдайда не істеуім керек екенін ұға алмай, әлсін діріл қаққан кірпіктеріне шырмалғандай күйде тұра бердім. Алайда келесі сәтте-ақ оның көзін көтеріп жалт қарағанынан тұла бойым селк етіп кері шегіндім. Қолымдағы қол шатырды да төмен жіберіп алыппын. Оны өзім тек көздерін жауын шайып кеткен соң қыз қайта жүзін қорғаштап төмен қарағанда бірақ ұқтым. Бірден ілгері аттап, шатырды төбесіне ұстап ем, жанарын қайта жоғары көтерген қыз. Ағай, ұрсасыз ба? Деп сұрады. Дауысында еркелік барын анық сездім. Не деп жауап берерімді білмей тұрғанымды байқаған қыз, сізден өзге ешкімді танымаған соң сөйттім. Қол шатырымды үйде ұмытып кетіппін. Жауынды жақсы көремін, бірақ бүгін киімім жұқа. Бұл апта ауруыма болмайды, деп ақталғандай асығыс сөйлей жөнелді. Мен болсам, басқа емес соның алғашқы айтқан сөзін ұқпаған соң, мені танимысыз деп сұрадым. Иә, сізді жиі көріп тұрамын. Таңда сізден бір аялдама бұрын отырамын. Осы жерге дейін бірге келеміз. Мен қарсы беттегі тігін фабрикасында жұмыс істеймін, тігіншімін деді. Бұған еш ойланып жатпаған қыз әлі де басын жоғары көтеріп маған қарап тұрып. Солай ма дей беріп ем, аузыма басқа сөз түспеген соң, кенет аялдама жаққа бұрылған ол, ағай, жүгірейік, автобусымыз келіп қалды деп жеңімнен тартты. Жүгіре жөнелдім. Шатыр мен қызды жауыннан қорғаштауды да ұмытпадым. Тек ол көлікке мінген соң ғана қол шатырымды бір сілкіп тастап жаптым да өзім ішке кірдім. Кісі қалың екен. Осы жерде жолымыз екі бөлінеді-ау деп ойлап үлгіргенімше, алдыға түскен қыз, ағай, мына жерге тұрайық, сонда аяғымыз тапталмайды дейді жарқын үнмен. Осы сәтте маған оның қылығы тәтті көрінді. Жалғыз маған ғана емес, бар автобус іші сөйткендей бізге жалт қарады. Содан ба әлде жүгірістен бе жүрегім алқына соқты. Бірден қасына жеттім.
жоғарыдағы ілгекке қол жетпегеннен ау деймін. Шеттегі темірді қапсыра құшақтаған қыз әлденеге жүрегі жарылардай қуанып, біресе терезеге, біресе көлік ішіндегінің бәріне бірдей жадырай қарайды. Менің де сөйткім келді. Бірақ өйте алмадым, батпадым. Жай ғана ара-арасында қызға ұрланып қарай бердім. Осыны сезгендей, ол бірдеменен жанарын жасырып, үнсіз қалса, енді бірде жалт қарап, «Аға, ал сіз кім болып жұмыс істейсіз?» деп қылықты тіл қатты. Демім шатасып, ауаны ішке тарту мен кері шығарудың ретінен жаңылған менің ол сұрақтарға қысқа ғана жауап қайтаруға шамам жетті. Жолдың біразын жүрген соң, манадан құйындатып келе жатқан көлігіміз шиқылдай зорыға кеп тоқтай қалды. Неге екені, қарсы бетке құлай кеткен көптің ішінен мен тек әлгі қызды қорғап қалғым келіп, иығынан қалай бас салғанымды сезбей де қалдым. Ол да сөйтті деймін. Тек көлік тоқтаған соң ғана менің құшағымда тұрғанын түсініп, қысылғандай шетке ығысты. Бірақ жақтырмағандай сыңай танытпады. Оны жасырын жымиғанынан білдім. Қызығы сол күні жолда кептелістің болып болмағаны да, аяғымның тапталып тапталмауы да, көлік ішінің қапырық болу болмауы да есімде жоқ. Уақыттың ұстатпай өте шыққанын да тек қыздың «Ағай, сіздің түсуіңіз керек, бұл сіздің аялдамаңыз» дегенінен білдім. Бұйрықтай жетіп, онысы жанталасып, көліктен түсіп қалыппын. Не істегенімді қозғалып бара жатқан автобус ішінен қыздың маған жымия қарап, қол бұлғағанына жауын астынан қарап тұрып ұқтым. Қол шатырымды да ашқам жоқ. Бірер сәт ұзап бара жатқан көліктің соңынан қарап, сілейіп тұрдым да алдыға қарай атқыдым. Еш ойланғам жоқ, тоқтағам да. Демім таусылғанша жүгіре бердім. Келесі аялдамаға дейін айналмай, төтесінен жүгіріп, автобуспен қатар жеттім. Есік те ашылды, мен де келдім. Өкпем күйіп қалғандай еді. Әйтсе де жөткірініп тұрып, іштен шыққан қыздың төбесіне қол шатырымды жайып күтіп алдым. «Ағай, сіз мұнда қалай жеттіңіз?» деп сұрады ол менен таңғалысын жасырмай. Сонда алқымымды әлі баса алмаған мен зорға. Мен ондайда қатты аға емеспін. Жасым 26-да, соны айтайын деп келдім, дедім. Мұны ести сап ол маған: «Ағай, оны ертең айтсаңыз да болатын еді ғой. Жауынның астында осыншалық жүгіргеніңіз қалай?» десе де қуанды сездім. Сол себепті жасырмай, неге екені мұны дәл бүгін білгеніңізді қаладым деп шындығымды айттым. Жалғыз адам күллі әлеміңнің түсін өзгертіп сала бере алады. Ал кейде ол адам біреу үшін дәп сен болуың мүмкін.